Ежелден сыр елі, жыр елі атанған Сырлыда жырлы мекен Сыр өңірінде талай өнерпаздар, жыр жампоздары дүниеге келген. Солардың бірі қасиетті Арал өңірінен шыққан. Күйші, сазгер, ақын жыршылардың жолын жалғастырып келе жатқан. Халық арасында Аралдың шәмшісі атанған бүгінгі қонағымыз Ерниязов Үкітай Айжігітұлы. Үкітай аға, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы уақыт бөліп өтінішімді жерге тастамай келгеніңізге көп алғысымды білдіремін. Ендеше уақытты созбай сырлы сұхбатымызға кезек берсек. Жалпы енді осы өнер жолында тәжірибеңіздің мол екенін барлығымыз білеміз. Енді маған қызығы осы жолға қалай келгеніңіз, сазгерлік жолыңыздың қалай басталғаны, сол туралы әңгіме айта кетсек. Рахмет көп. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Енді ылғи да айтып жүремін мен. Алмас Алматов көкеміздің сөзін. Біз өнерге бір күнде немесе бір күнге келген жоқпыз дейді. Жалпы осы ес білгенімнен бастап Арал ауданы Жаңақұрылыс деген ауылда өмірге келдім. Ес білгелі осы домбыраға қызықтым, домбыра тартып келе жатырмын, ойнап. Алғашқы ұстазым сол үйдегі Айнұр Ерниязова, екінші апам. Өнерге келу деген сол атаның қаны, ананың сүті деп айтылады ғой. Сол бізде екі жақта да бар, әкем жағынан да, анам жағынан да. Жаңағы ақындықта бар, кез келген инструментті берсең, нағашыларым Тартып әкете береді. Тартып қазір барлығы ұлы болсын, қызы болсын, кез келген инструментте ойнап, әнін айтып кете береді. Бірақ оқымаған әншілер, оқымаған музыканттар. Біздің үйде де үш қызбыз, соның Айнұр тәтем жаңағы менің алғашқы ұстазым деп айтып отырмын. Сол екеуміз ғана осы жалпы өнер саласын оқығанбыз. Қалғандары бізден жақсы айтатын әншілер, бірақ көбісі өнерді жалғастырып оқыған жоқ. Жаңағы оқыған уақытты есептейтін болатын болсақ, мен 2005 жылы осы Қазанғап, Қызылорда қаласында Қазанғап колледжіне күй мамандығына түскен. 2005-тен бастап оқып, саласын оқыған кезім. Бірақ өнерге келуім ол бала кезден басталды. Қазір енді әлеуметтік желіде өзіңіз білетін шығарсыз, жастар буының арасында осы домбыраны қолына алып ескі әндерге салатын жалпы жастар көбеюде. Ол да бір керемет дүние шығар бәлкім. Жылдан жылға енді жалпы қазақтың ұлттық құндылықтары, оның ішінде мына ұлттық киімдеріміз насихатталып келеді. Яғни наурыз мерекесі болмаса да жастарымыз киіп жүр деген сияқты әңгіме ғой енді. Соның арасында осы өнердің түрі де дамып келе жатыр. Яғни жыршылық, сазгерлік, композиторлық деген секілді жастар арасында. Енді оған дәлел ретінде біз өзіміздің жерлесіміз Сырсұңқар Базарбай есімді дарынды баланы ала аламыз. Сондай ұстаз ретінде, сондай жастарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Жастарды осы өнер жолына баулу үшін не істеу керек қазір? Енді дәріптеу жағы ғой. Жастар жаңа Сырсұңқарды айтып жатсын. Сырсұңқардың Құдай қаласа бүгін өзінің ән кеші болады. Өзінің бітірейін деп жатқан Назарбаев мектебінде. Соған қатысамыз. Жастарымыз бұзылып баратыр, батысқа, шығысқа, басқаға еліктеп жатыр деп біз ғана білеміз деп жаңа үлкен басымызбен отыра берген негізі болмайды деп ойлаймын. Сөзді түсінбей ма, түсіндіретін, мақамды, әнді, күйді түсіндіретін жолдарын іздеу керек деп ойлаймын. Мен мысалы миссиям жалпы адамда болады бір ойлаған нәрсесі болады. Алла қойған мақсаты болады. Мен бір 10 адам немесе 50-100 адам жастарды ерте алсам, ол менің жеңісім, жемісім. Мен қалай қызықтырамын? Менің ойым, сол қазір эстрада белең алып тұрған заман, шығарып атқан, тыңдап жүрген әндердің ішіне кіре отырып, соның ішіндегі сөзді түзеу керек. Шаман келсе, әніне жаңағыдай сол еліктеп жүрген ән сияқты бірдеңелерді жазып, біздің қазақтың дәстүрлі өнердің иірімдерін кіргізу керек. Сөйтіп қызықтырған дұрыс деп ойлаймын. Әне-міне дегенше уақытта таяп қалыпты. Айтып жазады ғой, негізі жақсы адамдармен өткен уақыттың қалай тез өткенін байқамай қаласың деген секілді. Мен де сондай бір ерекше әсерде отырмын. Жалпы енді
Бүгінгі сізбен сұхбатым менің осы журналист болсам деген үлкен арманыма жету жолындағы бір кішігірім демей ақ қояйын, бір үлкен тәжірибе болды енді мен үшін. Ал алдағы уақытта кәсіби деңгейде сізден тағы да сұхбат алу мен үшін үлкен мотивация болмақ. Біздің тілмен айтқанда мотивация ғой енді. Алдағы уақытта сол үшін тырысатын боламын. Енді бүгінгі айтқан ойларыңыз, әңгімелеріңіз барлығы жүрекке жеткені сөзсіз. Бүгінгі сұхбатымызды енді ерекше нотада аяқтау үшін сізден кәдесый дейміз ба, домбыраңыздың сазды үнімен бір күй немесе ән тыңдасақ.